Армысыз құрметті YouTube көрермендері, бүгін эфирде Ремаркс. Бұл арнаның және болашақ бағдарламалардың не жайында болатынына бармай тұрып, бір сәт барлықтарыңыз көз жүгіртіп ойланыңызшы. 1850 жыл қандай еді? Бұл қай уақыт еді? Еуропаны, әлемді, түрлі әлемнің түкпірін қандай ахуал жайлаған болатын? 1850 жылдар Еуропа тарихында өте бір ерекше кезеңнің бастамасы еді. Себебі Ұлыбритания мемлекеті саяси ықпалы жөнінен бірінші орында, Ресей империясы екінші орында, ақш әлі дами қойған жоқ. Франция, Италия сынды мемлекеттер империализмнің бір осал тұсты, кемшін тұстарымен күрес жүргізуде. Себебі ол кезде колонияларда бас көтеріп, империалистік орталықтардың негізінен челлендж дейді ғой, қарсы басуда қалыптастырған кезең еді. Бірақ оған қарамастан түрлі бұл жаңалықтардың да мезетеді. Жалпы бір тарихи деректерді зерттеген кезде өзі бір екі жазба ерекше көзге түседі екен. Бұл біреуі 1850 жылдары жазылса, екіншісі 1929 жылдары қалдырылған жазбалар екен. Бірі Еуропада, екіншісі ақш-та. Екі жазбаның ортақ тұсы адамзат сол уақытта, сол күндері дамудың ең кемел сатысына өтті. Бұдан бетер технология, өмір әлі әрі қарай дамымайды. Оны елестету мүмкін емес деп жазылған осы жазбаларға үңіліп қарасақ өте қызық. Себебі 1850 жылы жазылған жазбадағы мынандай бір шекке жету, технология дамып кетті деген көзқараспен 1930 жылдары оған қарсы тұруға болады. Себебі енді 1850 жылдары егерде әлі ешқандай көлік, ұшақ болмаса, ол уақытта әлі әскери түрлі қару-жарақтың түрлері де қатты дами қоймаса, 1930 жылы кәдімгідей небоскреб дейміз, үлкен зәулім ғимараттар тұрғызылып, тіпті үлкен авиациялар пайда болып, сол уақыттың ішінде телевизиялық бірінші сигналдың өзі әртүрлі жерге жетіп үлгерген еді. Ал енді 1929 жылы жазылған жазбамен 2000 жылдарды салыстырсаңыз, 70 жылдың ішінде интернет пайда болып, түрлі музыкадан бастап, әртүрлі білесіз бе, технологияның түрлі саласының дамығаны соншалық. Мысалға, сол кездегі Беллдің телефоны мен қазіргі ұялы телефон өзін салыстырып көріңіз, жер мен көктей екеуінің арасы. Хабар өте ұзақ жетеді. Бұл үшін айлар өту керек. Екіншіден, жаңағы технология сынды дүниелерді көзбен көріп түсіну үшін міндетті түрде сіз басқа жаққа саяхаттау керексіз. Әрине, ол уақытта мына виза сияқты өзге шектеулер жоқ, сондықтан да адамзат баласы қаражатпен жаңағы транспорты болса еркін түрде жан-жаққа саяхаттап жүрді. Бірақ та дегенмен технологияны, әртүрлі техниканы көзбен көру өте қиынға соғатын жағдай еді. Ал енді Экспо бірінші мезетте бұл мәселенің түбегейлі жаңағы шешіп беру арқылы әртүрлі өңірдің адамына әртүрлі жердің керемет жетістігін көруге мүмкіндік берді. Германияның жағдайы 1850 жылдары өте мүшкіл еді. Біз үшін Германия немен белгілі? Әрине 20 ғасырда Германияның бір ұлылығын өте қатты жерлеген, немесе бұл сондай деңгейге түсірген бұл әрине герман фашизмі болғаны белгілі барымызға. Бірақ та Германия өзін-өзі бір 50 жылдың ішінде, фашизм болғаны қарамастан 50 жылдың ішінде өзін қайта қалпына келтірген мемлекет ретінде мойындауымыз тиіс. Ал сол 1953 жылға дейін, тіпті сол герман фашизмнің капитуляциясынан 100 жыл бұрын Германия енді ғана көтерілу сатысында еді. Көтерілген десе дегенмен бұл империя ретінде өзін атай алмайтын ел болды. Бірақ та дегенмен де еске түсірсек тарихқа, қасиетті Рим империясының негізгі дені осы Герман территориясында болған еді. Сондықтан да олар өздерін әрине де сол бір жәдігердің иесі ретінде, сол бір үлкен идеяның алпауыт жаңа қасиетті Рим империясы бар екен деген идеяның сезінушісі ретінде әрине де 19 ғасырдың ортасында Германияда мына ұлттық национализм, ұлтшылдық мәселесі алға тартқаны сөзсіз. Екіншіден, олардың енді кішкене былайша айтқан кезде қарны ашатын мәселесі басқа елдердің барлығында бір ауызбіршілік болды.
Біз енді тарихи түрлі деректерге көз жүгіртсек, Эрфурт жаңағы бірлестігіне дейін Германияның өзі әртүрлі аймақтар, әртүрлі қалалар, оны әртүрлі бөліктерге бөліп, тіпті халықтың бір ымыраға келуіне өте қатты кедергі болғанын көріп отырмыз. Тіпті енді оның өзі сөзсіз көрінеді, себебі қазіргі күннің өзінде Германия территориясы 16 Бундес республикаға бөлінген, яғни сол уақыттардан бастап Германия бұл бір тұтас ел ретінде қарастыруға өте қиын, себебі олардың тілдік те басқа да мәдени ерекшеліктері бар. Өйткені бір бөлігі егерде Францияға жақын болса, бір бөлігі итальяндықтарға жақын, бір бөлігіне мына кішкене Австрия халықтарының менталитеті, немесе жаңағы Австро-Венгрияның территориясында болған халықтардың менталитеті, біреуіне викингтік сезім жақындығын ескерсек, сол себепті Германия бұл бір тұтас қоғам деп айту қиын болды. Әрине сол себепті де бұл Германияның толыққанды империя болуына, немесе оның амбицияларының толыққанды орнауына сол кедергі болғаны сөзсіз. Отто фон Бисмарк деген адамның өмірбаяны өте қызық сол арада. Бисмарктан басқа стратегияны, немесе Германияның бір ұлылығын көздеген өзге де азаматтардың топтары ол кезде болды. Оны жасырмау керек. Тіпті бір қызық жағдай бар жалпы. Германияның неміс қаны бар түрлі монархтар, немесе монархия отбасылардың мүшелері сол кезде Еуропаны ақындап жаулай бастағанын біз тарихтан білеміз. Жаңағы айтқан Альберттің өзі, Викторияның күйеуі неміс ұлтынан. Сондай-ақ мысалға былай алысқа көз жүгіртпей, біздің Виндзор тұқымы дейміз, қазіргі Ұлыбритания патшайымы Елизавета екіншінің де қаны негізі неміс қанынан. Олар енді 20 ғасырдың басында немістерге қатысты бір сентименттердің көп орын алғаннан кейін Виндзор атауына көшуге тура келді. Әйтпегенде олар да негізі неміс династиясының өкілдері еді. Мен соңғы жылдары бір жобаның аясында 105-150 жылға артқа баруға тура келді. Зерттеу мақсатымен әртүрлі мәселелерді әртүрлі мұрағаттан, кітаптардан алу, түрлі сұхбаттарды тыңдай арқылы бір тақырыпқа қатты қызықтым, ол марксизм тақырыбы. Былай қарасаң, сенде 21 ғасырда бұны бір университеттен басқа сіз марксизмді қазір талқылаушы қоғамды аз естуіңіз мүмкін. Себебі енді бірден тіпті қазақ тілінде марксизм не үшін талқыланады деген сұрақта біреуге келуі мүмкін. Бірақ та мені қызықтырған мәселе бұл марксизмнің біз өмір сүргенге дейінгі 100 жылдың төңірегінде оның қалыптастырған тарихи сахнасы мен оның қазіргі өмірдің өзінде барында. Себебі неге десеңіз, мен сізге айтайын. Марксизм, мен 90-шы жылдардың тумасымын. Былайша мән берсеңіз, біздің әкелеріміз, аталарымыз осы марксистік ілімнің ағымымен өмір сүрді. Және былайша айтқан кезде ол ми мен жүректе жоқ болса да қанымызда бар марксизм бар. Ал ол не еді? Әкелеріміздің, аталарымыздың көздегені не еді? Қазірді келсемін, көптеген мемлекеттерде, егерде біз бұрынғы КСРО мемлекеттерін алып тастасақ, басқа да Қытай сынды, Кореяның солтүстігі сынды, Вьетнам халықтары әлде марксистік идеологияға бейім. Екінші жағынан біз айтамыз кейде, мейлі коммунизм немесе СССР сынды мемлекеттер қирады, бұл идеология жоқ болды, бірақ та оларға ұқсас бағытта көксеген мақсаттары шамалы тұспа-тұс келетін социалистік идеялар жалпағанда көптеген Еуропа мемлекеттерінде жүзеге асты. Марксизмда дүниеге келген Карл Маркс, Германияның өкілі, тұрғыны, негізгі байшқаңызды идеяларының, әсіресе оның марксизмнің негізін қалыптастырған «Капитал» еңбегінің бастамасы, ол кісінің Лондонда жүрген сапарларында жазылған. Нақты енді мен дәлелдерін білмеймін, бірақ та менің топшылауым бойынша 1851-де ол да халықаралық көрмеге қатысты деп есептеймін. Бірақ та марксизм ілімінің қалыптасуы тек қана бір адамның ойы ма, немесе ол белгілі бір топта тек қана бір шағын ғана неміс зиялыларының, философтардың, немесе неміске жалпағанда осы бір жұмысшы табының мақсат үшін жан пида еткісі келген, немесе соны бір өзгерткісі келген бір топ адамның ғана идеясы ма деген нәрсеге мен әлі күнге дейін күмәнмен қараймын. Себебі мен үшін кейде сол марксизмнің туындауы бір Германия мемлекетінің, немесе Германия саясаткерлерінің саяси тапсырмасы ба деп есептеймін. Империализмді толықтай қолдамаған осындай марксистік идея Англияда, кейбір мөлшерде Францияда, Ресей империясында кең етек жайып, кейбір мемлекеттердің тіпті күйреуіне алып келді. Мысалы, Ресей империясын түбегейлі құртқан осы марксистік идеялар.
өзіміз білеміз, бейне бір көзге де елестейді, осы марксизм мына эксперименттік алаңы сол Ресей империясы болды ма деген ой келеді. Өйткені екінші бір мәселе бар. Кезінде Ресей империясы мен Германия бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде бірігіп кете ме деген қауіп төнгені белгілі тарихта. Ал енді Ресейде осы марксистік идеологияны орнату Англияның жоспары болды деген де мысалға ойлар бар. Себебі сол уақыттағы Англияның Ресейдегі елшісі, жаңылмасам фамилиясы Палеолог, көп жазбаларда осы Ресей революциясының негізгі сценаристі, негізгі идеологы деп те кейде баяндалады. Өте қызық, мына қаза берсең шыға береді. Сондықтан да мен ойымша бұл бірінші видео болғаннан кейін енді мен кішкене әр нәрсенің тақырыбын шолдым. Ал енді менің арнама жазылып, осы тақырыпты әрі қарай зерттеуге, өз уақытымды бөлуге әзірмін. Тағы да бейнелер болады. Ал бүгінге Ремаркс арнасының тұсауы кесілді деп хабар болмақшымын. Сізге рахмет.